Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Atың кім? Mustafa. Әкең аты кім? Ербол ұстаз. Сені кім жаратты? Алла тағала. Не үшін жаратты? Ғибадат ету үшін. Дәлелің бар ма? Бар. Қандай? Жария, елу алтыншы аят. Ислам қанша парыз бар? 5. Біріншісі, Иман. екіншісі, Ораза. жоқ. Екіншісі намаз. Үшіншісі, Ораза. төртіншісі, Зекет. бесіншісі. Қазлық. Мұсылмансың ба? Алхамдулилля мұсылманмын. Қалай дәлелдейсің мұсылман екенді? Ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах. Қазақшасы қандай ол? Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі. Пайғамбарың кім? Мұхаммад. Пайғамбардың анасының аты кім? Амина. Әкесінің аты кім? Абдуллат. Тамақ қай қолмен жейсің? Оң қолмен. Тамақ жеген кезде не дейсің? Бисмилла. Құрандағы бірінші сүрен қандай? Аты қандай? Аль-Фатиха. Оқып берші Аль-Фатиханы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ой, машалла. Тақпақ білесің ба? Білем. Айтшы тақпақ. Мен айтам тақпақ, ислам дінім мақтап, басқа дінде қапқара, мен дінім аппақ. Руың не? Байжігіт. Ұлтың ше? Қазақ. Қазақтың бірінші ханы кім? Керемен Жазбек. Қазақтың ең соңғы ханы кім? Кересары. Қазақтың 300-дің басын қосқан кім? Әбілхан. Қазақтың бас ақыны кім? Абай. Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіздігін алды? 91. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Назарбаев. Ой, молодец.